Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы желідегі қауіпсіздік. Сабағымыздың мақсаты желі қолданушыларының қауіпсіздігінің қамтамасыз ету ережелерін сақтау. Желі қолданушыларының қауіпсіздігінің қамтамасыз ету ережелерін сақтауды қалай жүзеге асыруға болады? Ақпараттық қауіпсіздік мемлекеттік ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделерінің қорғалуының жай-күйін сипаттайды. Ақпаратты қорғау, ақпаратты ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмелерін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені. Ақпараттық қауіпсіздіктің маңызы үш жайын атап кетуге болады. Қолжетімділік, санаулы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алуға болатын мүмкіндік. Ақпараттың қолданысы, ақпараттың техникалық құралдардың және өңдеу техникаларының ақпаратқа кедергісіз қол жеткізу қабілеттерінің сипатталатын қасиеті. Тұтастық ақпаратты бұзудың және заңсыз өзгертуден қорғалуы. Ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған кезде есептеу техника құралдарының ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады. Жасырындылық, заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау. Қазіргі таңда интернет желісін пайдаланбайтын, әлеуметтік желіді қолданбайтын адам аз. Заман ағымы уақыт талабына сай, мұндай әлеуметтік желілер адамдар арасында қарым-қатынас орнатудан ғана емес, ауқымды мәселелерді талқылауға, белгілі бір оқиға не құбылыс туралы қоғамдық пікір қалыптастыруға ықпалы зор үлкен күшке айналып отыр. Интернетте игі мақсаттардан бөлек теріс пиғылдардың жүзеге асыру үшін пайдаланатындар кездесіп жатады. Желіде өмірде сияқты қай жерде болса ақша болса, сол жерде басқалардың ақшасын оңай иеленгісі келетін алаяқтар пайда болды. Интернетте кездесетін алаяқтардың қандай түрлері бар және олардың қалай қорғанамыз деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Желідегі алаяқтардың әрекетінің нәтижесін тәжірибесі төмен желіде жұмыс жасап, ақша тапқысы келетіндерге бағытталады. Интернетте алаяқтықтың неше түрлі жолдары кең етек жайып келеді. Олардан сақтану үшін алаяқтық түрлерінің үнемі хабардар болып отыруымыз керек. Енді солардың кең тараған түрлеріне тоқталайық. Лотерея жеңімпазы немесе алыс туысқаны мұрагері, сиқырлы әмияндар, жұмыс немесе ақша табуды ұсыну, интернетте ақша табуды үйретудің керемет әдісі, қайырымдылық акциялар сияқты түрлерге бөлінеді. Ал ақпараттық қауіпсіздік жүйесі екі бағытта қарастырылады. Компьютерлік қауіпсіздік, желілік қауіпсіздік деп. Компьютерлік қауіпсіздік компьютерде деректерді қорғаудың барлық мәселелер жатады, яғни компьютерде сақталатын, өңделетін, автономды жүйе ретінде қарастырылатын деректер мәселелері. Бұл мәселелер деректер қоры мен компьютерден енгізілген ақпаратты құрылғыларымен, операциялық жүйе құралдарымен шешіледі. Желілік қауіпсіздік желілік құрылғылар арасында ақпаратты алмасу кезінде қорғау және рұқсатсыз кіруден қорғау мәселелері болып табылады. Қазіргі уақытта компьютер мен желілік қауіпсіздіктің бір-бірімен айырмашылығын анықтау өте қиын мәселе. Олар бір-бірімен өте тығыз байланыста жатады. Желілік қауіпсіздіктің түсінігі желілік құрылғылар арасында ақпарат алмасу кезінде қорғау және рұқсатсыз кіруді қорғау мәселелері болып табылады. Кибербуллинг дегеніміз не? Жасөспірімдер арасында кең тараған виртуалды лаңкестік. Ол ағылшынша бұқа сөзіне мағынасына жақын ұғым шабуылдау, мәжбүрлеу, айдап салу, қорқыту, ар намысына тию, жалған әңгімелер тарату, бопсалау сияқты агрессивті ұғымдарды білдіреді. Кибербуллингтің қауіптілігі ол интернет арқылы әлеуметтік желілерде видео таратуды, қорқытуды, масқаралап беделін түсіру арқылы адамға психологиялық
қатынас жасайды, денсаулығына зиян келтіреді. Интернет желісінде жасалған алаяқтық, алдау, кибербуллингтер жазасыз қалмайды. Мұндай қылмыс жасағандар заң алдында жауап беруден қашып құтылмайды. Интернетте миллиардтаған пайдаланушы болса да, оларды бәрібір табады. Себебі әрбір компьютер интернетке қосылғанда оған арнайы IP адрес беріледі. IP адрестеу деген не? IP адрес интернетке шыққан компьютердің адресі. Провайдер әр интернет қолданушы қайталанбас IP адрес береді. Интернет желісінде қосылған әрбір пайдаланушының өзіндік қайталанбас физикалық адресі болады. Адрес нүктемен бөлінген 4 ондық саннан тұрады. Олардың әрқайсысы 0 мен 255 санның арасындағы кез келген сан. Желідегі компьютерді осы сандарға қарап анықтайды. Мысалы, 192, 168, 10, 43 немесе 128, 29, 15, 124. Осылай адрестеу жүйесі бойынша миллиардтаған компьютерге жеке адрес беруге болады. Бірінші тапсырма. Анықтамасын беріңдер. Екінші тапсырма. Аяқталмаған сөйлем. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, бақылау сұрақтары мен тапсырмаларға назар аударайық. Желідегі алаяқтық деген не? Кибербуллингтің қандай қаупі бар? Интернетте алаяқтық жасағандарды анықтау мүмкін бе? Қауіпсіз интернет әліппесіне жиынтық кестесін құрыңдар. Кестенің бірінші бағанына керек, екінші бағанына болмайды деп толтырыңдар. Жасөспірімдердің жолда жүру ережесі мен интернет желісінде қауіпсіздік ережесін сақтаудың ең маңызды 7 ережесін жазыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.